Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын панкейки дайындайтын боламыз. Алдымен бірінші жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған шеке қантымызды қосып араластырамыз. Әбден қантымыз ерігенше араластырып отырамыз. Жақсылап араластырып, оған жылы сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып отырамыз. Енді кезекте жылы ерітілген маргаринімізді құйып араластырамыз. Жақсы маргариніміз ерігенше араластырып отырамыз. Енді кезекте біздің електен өткізілген ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Бұл жерде ұнның түйіршіктері қалып қоймау үшін қайта араластырып отырамыз. Менде мына жерде весе болмағасын көз мөлшерде қосып, жаймен араластырып отырдым. Сіздерде өздеріңіз весе болса, сол весемен өлшеп салуларыңызға болады. Жақсылап араластырып, ұнның түйіршіктері қалып қоймай, жақсылап араластырып отырамыз. Енді кезекте бізде ұн қопсытқыш қосып, біраз қасық қосып араластырамыз. Жақсылап еріді, араластырып алдық. Енді панкейкімізді табаға құямыз. Мына жерде менің табам ескі болғандықтан сұйық азғантай құйдым. Бізде панкейки жақсы беті ірткі болғаннан кейін уже келесі бетке ауыстыра береміз. Бұл жерде тағы да көп нүкте болып шықты. Панкейкилеріміз дайын. Панкейкилерімізге осылайша сгущенкамен әсемдеуге болады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.